Dostlar, bugün biz Nayla'nın tuğan günü. Енді біз осындай подарка бердік. Найла осы қазір сабақтан келіп жатыр. Сол кезде біз сыйлықтарын сыйладық. Найла распаковка чек жасайым дейді. Бізде бұл жерде Абдуллахқа да сыйлық сыйлағанбыз. Абдуллахқа да ашып көмектесіңдер, Зайнап. Давай, аша қойыңдар. Давай, Абдуллах өзі ашсын, Найлаға көмектесейік. Давайте ашыңдар. Аша қой. Не бар екен? Ойлайсың? Не деп ойлайсың? Телефон деп ойлаймын. Жоқ. Дұрыс емес, бұл саған кітап. Қандай кітап бересің, сен оқуың келген. Алдындағына Найла бізге осындай кітап керек деп айтқан болатын. Соған байланысты осы кітап. Давай, енді қайсысын ашасың? Давай, ашып көр. Давай, Абдуллах саған, Абдуллазим көмектессін ба? Давай, я чуть-чуть. Азима, давай. Азимаш көмектесші. Давай, аккуратно открываем. Ашаны жерді. Ашты. Бала деген сыйлық алған жақсы көреді ғой да. Олай ашылмайды ол, Азимаш скотчтары бар. Бұл не бар деген? Абдулазим, қарашы сыйлық. Жақсы, қазір көресің. Жақсы, не ойлайсың ба? Қаласай. Енді мынаны ала қой. Мынандай стич тапочка Найлаға. Это Наилканая. Теперь Найланың кітабы осындай. Енді үшінші сыйлығын ашады. Жоқ. Сенде телефон бар ғой, Найла? Сенде телефон бар ғой. Сен туған күніңе біз подарок еттік қой. Абдуллах, ана подушка ғой, ашшы. Ашып көрсетші. Вот, смотри. Давай, это подушка. Жоқ, бұл жастық емес. Қоян, қаз көреміз. Бұл саған пижама. Бұл пижама. Біз негізі мұнаның түсі мұна көк қой. Біз Найлаға көк түсі дегенбіз. Стичке ұқсасын деп. Бірақ бұл стичтің суретімен таппадық. Сол себепті осына аюдың медвежонктың суретімен алдық. Қазір жабам. Міне. Осымен біздің распаковка чегіміз бітті. Найла, саған ұнады ма? Ең бастысы бұл сыйлықтар деген Найлаға ұнады. Бізбен бірге распаковка чек жасағандарына, қарағандарына рахмет. Сіздермен болған Зони мен Нони. Всем пока! Лайк, комментарий.